Шардара ауданы әкімі Арман Қарсыбаев мырза, сіздің назарыңызға. Түркістан облысы әкімі Дархан Сатыбалды мырзаның да назарына. Шардараның көркін кіргізетін кім бар? Енді біз кімге сенеміз? Жолдың сиқы мынау, сапасы өте нашар. Мінекей, карс құдықтарын көрсеңіз, құлайын деп тұр. Ертең осындағы міне кішкентай балалар түсіп кетсе, кім жауап береді? Шардараның көркі кіріп жатыр ма десек, көркі сөніп жатыр. Себебі жолдарды қараңыздар. Жаяу жүргіншілер жолдарын қарасаңыздар, өте нашар. Мінекей, Шардараның көркі кетіп жатыр. Барлық жер бұзылып, қопарылып жатыр. Мінекей, су кететін арықтар, латоктар, барлығы де сау тамтығы қалмаған. Бұл Шардараның орталық көшелері. Там вообще обвалы пошли. Хорошо, человек не засыпал. Здесь обвалился. Қазылған жерлер көп өте. Талай мәселені қирағанын да көрдім, өз көзіммен. Өте нашар, төменгі жағдайда. Жаңағы жасалған жолдарды біз қайта ретке келтіреміз. Ұтып алған мердігерлер өзінің қалпына келтіреді деу мүмкін. Ал бұрынғы дәл солай жасалған жерлерді көрейік. Бұлар да қазылып өзінің сапасын жоғатқан. Ал бұған не дейміз? Шардара қаласының шет жағын айтпай-ақ қояйын. Бұл Шардара қаласының турымызда мәдениет үйі, оң жағымызда оқушылар үйі. Ал осында тұрған балалар алаңшасы. Мінекей, балдар ойнай ма мына жерге? Балалар ойнайтын алаңшалар. Бұл жерде қауіпті. Шөбі өсіп кеткен, қараусыз қалған. Біздің болашағымыз балалар дейміз. Ал балаларға не жағдай жасап жатырмыз?